Күз ортасына жетпей ақ сынап бағанасы -3 градусты көрсетіп тұр. Дегенмен мұндай суық ауа райы тазалық сақшыларына кедергі емес. Себебі олар қапырық ыстықта да, қақаған аязда да жұмысын тоқтатпайды. Биыл елорданың тазалығына жауапты мекеменің құрылғанына 30 жыл толды. Атаулы күнге орай өмірінің басым бөлігін Астананың тазалығына арнаған мамандармен таныспақпыз. Қала тазалығына жауапты мекемеде жалпы саны 1316 қызметкер бар. Оның ішінде 10 отбасы мүшесі бірге жұмыс істейді. Астана тазалық болғанына 30 жыл болды. Мен алдым 10 жыл істеп кеткем Астана тазалықта. Семьяға байланысты мен ауылда біраз жыл жүріп қайтып келдім. Біреу болып кетіп, үшеуге оралдық. Алдағы уақытта тағы да бауырларымды осы жұмысқа кіргізгім келеді. Қала тазалығына үлес қосып жүрген жұбайларды арнайы іздеп келдік. Мінекей өздері де іске кірісіп кетіпті. Қайырлы таң, қалыңыз қалай Сәуле апай? Жақсы, қайырлы таң. Жақсы. Сіздің бұл салада жұмыс істеп жүргеніңізге қанша жыл болды? 10 жыл болды. Күйеуіңізбен бірге істейсіз, Иә, екеуміз бірге кірдік. Кімнің тарапынан ұсыныс болды бірге жұмыс істейік деген? Әлде біреуіңіз кіріп шақырып алдыңыз да кейін? Жоқ, екеуміз бірге қатар кірдік екеуміз. Зеленсойда істегенбіз алдында. Мен пенсияға шығамын, 2 ай қалды. Жолдасым 60-ға келеді биыл. Енді ағамызбен де сұхбаттассақ, аға тоңып қалмадыңыз ба? Бүгін күн суық, Бүгін салқын болып кетті күн. Енді әрбір жұмыстың қауырт қиын кезеңі болады, Сіздің жұмыста ең қиыны деп нені айтар едіңіз? Жазық суытылы ғой енді, жұмыс қиындау енді. Қыста қиындау болады енді. Күз болғанда жапырақ көп шашылады, сол енді барын айтады. Жақсы жауабыңызға рахмет. Енді сіздерге арнайы Таңшолпанның атынан, демеушілеріміздің атынан шай алып келдік. Күн суытып жатыр, ыстық. Бірге шай ішесіздер. Рахмет. Анамды арнайы ауылдан алдырттым. Себебі көз алдымда жүреді. Денсаулығы қазір жақсы. Интернет арқылы емдейді, бәрін енді өзі ақша солған салып береді бізге. Сол арқылы біз барып емделеміз. Мереке сайын премия беруін жақсы қамтамасыз еткен. Айлықты уақыт беріп жатыр. Үйге барғанда осы жұмыс туралы айтып отырамыз. Бір жағынан жинап ақша. Осы отбасы үй алуға жинап жатыр. Қоғамдық орындарды мұнтаздай таза ұстау үшін кейде қолмен жинау, құрылғымен тазалау аздық етеді. Сондықтан арнайы техниканың көмегі қажет. Қазір оны тізгіндейтін маманмен тілдесеміз. Аға, енді бұл техника қала тазалығына қандай үлес қосады? Ол техниканың үлестері көп қой. Мойка жасайды, пистолетпен тротуар, бордюрларды жуады, рейкамен отдельно жуады, сапломен барысы көшені жуады. Сол. Қазір сосын күзге қарай оборудованиялардың барысын шешеміз, мына бөшкелердің барысын аламыз, басқа оборудование саламыз. Ол уже пескосмесь, құм, дос, гололед болғанда барысын себеп. Сіздің жұмыста енді қозғалмай, көліктің ішінде отыру керек. Денсаулығыңызға кері әсерін берген сәттер болды ма? Жоқ, ол пока ондай не болған жоқ. Таңертең путевка алған кезде медиктен өтеміз ғой. Қазір аппараттар бар, давление өлшейді, көздің несін өлшейді, алкогольға өлшейді. Түнгі ауысымға шығамыз кейде деп жатса, ұйқысыздық мазаламай ма? Жоқ, ұйқылы енді мазалайды ғой. Түнде 11-де шығамыз, күндізгі 11-ге дейін сол основном қаламды қысатын 4, 5, 6 кезі ғой таната. Енді аға, сіздердің суық ауа райында тынымсыз еңбек ететіндеріңізді білеміз. Сондықтан сыйлыққа жылнамалар істеген ниетпен шай алып келдік. Ой, рахмет сізге. Тазалық сақшылары күн сайын 800 тоннадан астам қоқыс жинайды. Ол үшін мамандар 3 ауысымға бөлініп үздіксіз жұмыс істейді. Қажырлы еңбек еткендерге мекеме түрлі сый әзірлеген. Алдағы уақытта пәтер мәселесін шешу олға ойлып отыр. Ол өзіміздің жаңағыдай үйімізде болған жатақханаларды кейбір бөлмелерін пәтер ретінде қайтадан қалпына келтіріп, соларды отбасымен тұрғанға жасап жатырмыз. Сонымен қатар сыйақылар да бар. Кеше сабаққа барған кезде жаз бойында мысалға Боровайға демалыс орындарына балдарды бірнеше кезек-кезеңмен жіберіліп отыр.